21 ғасырдағы ашық ақпараттық қоғамға әрбір қазақстандықтың нақты қадам басуы заманауи да сапалы мектептің сенімді іргетасы болып саналады. Smart Education бүгінгі әлемнің міндеттері мен мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін білім берудің жоғары деңгейі. Үстіміздегі жылдың 13 қазан күні институттың қабырғасында смарт оқыту бойынша облыстық тәжірибелік эксперименттік жұмыстың жүзеге асырылу деңгейін көрсететін Smart Education инновациялық мектеп дамуының фактор ретінде тақырыбындағы облыстық семинар өткізілді. Семинардың өткізілу мақсаты смарт оқыту бойынша тәжірибелік эксперименттік алаңдарда кездесетін қиындықтарды, өзекті мәселелерді және оны шешу жолдарын ортаға салу. Аталған шара жұмысына Ақтөбе қаласының номері 10-шы, 14-шы, 23-шы, 28-шы, номері 42-шы пригородный орта мектептері мен номері 40-шы мектепке дейінгі ұйымының, Хромтау қаласы номері 3-шы орта мектебінің экспериментаторлары, институттың профессорлық оқытушылық құрамы, тәжірибелік эксперименттік жұмыс модераторлары қатысты. Алғы сөзді институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Нұрсұлу Қазанғаповна Кидатаева алып, эксперименттік жұмыстың тәжірибелік жағын көрсететін бейнефильм ұсынды. Қазақстандағы смарт мектепті құру мен дамыту моделінің болашағы мен қажеттілігі туралы семинар қонағы республикалық педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, доцент, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Сәуле Талапеденовна Махмеджанова айтып өтті. Жылдам өзгермелі ақпарат технология құралдарының өзгерісіне байланысты біздің педагогтар да соған сәйкес ақпаратты сауатты, бұрын айтатын компьютерлі сауатты болу керек деп, қазіргі таңда ақпаратты сауатты, сандық сауатты, мобильдік сауатты және смарт сауатты болу керек деген қалыптастыру қажет деген өмірдің талабынан туындап отыр. Эксперименттік жұмыстың нәтижелері мен жетістіктері жөнінде Ақтөбе қаласының номері 10-шы орта мектебінің математика пәні мұғалімі Маджимова Фарида, номері 28-шы орта мектебінің экспериментаторы Сайымбетова Гүлбану өз тәжірибелерімен бөлісті. Эксперимент модераторлары институт қызметкерлері Займолдина Жанар, Нұржаубаева Роза, Абдир Раушанбектер семинарды тәжірибелік бөліммен жалғастырып, электронды ресурстар көмегімен тиімді білім беру контенттерін QR код жасауды көрсетті. Хромтау қаласы номері 3-шы орта мектептің директоры Бажаканова Гүлшара Жаркетқызы эксперименттік жұмысты күшейту мен тәжірибе алмасу бағытындағы келелі ұсыныстарын ортаға салды. Алға қойылған мақсатына жеткен әдістемелік шара соңында эксперименттік жұмысты сапалы жүргізудің тиімді тұстарына бағытталған ұсыныстар қабылданды.